Құрылыс жұмыстарын жасап, өз еңбегіңіздің ақшасын ала алмай жүрсіздер ме? Қазіргі таңда мына пандемияға қарсы жалпы құрылыс бойынша өте көп соттар болып отыр. Яғни тапсырушы бар, заказчик, подрядчик бар, мердігер. Одан кейінгі субподряд бар, субмердігерлік. Көбінесе заказчик жаңағы подрядчикка, мердігерге ақшасын береді, толық ақшасын, ал мердігер субмердігер жалдайды, яғни субподрядчик жалдайды. Сол субподрядчиктер көбінесе кәдімгі жеке тұлға болады, ИП-сы жоқ болады, болмаса ИП-сы тоғысы болса да құжаттарға көп мән бермейді. Жұмыстың бәрін жасайды, стройканың бәрін жасайды. Жасап біткеннен кейін, объем біткеннен кейін ақшасын бер дейді жаңағы подрядчикке, дұрыс па, мердігерге. Ал мердігер ақшасын бермейді. Болмаса заказчик ақшасын беруі мүмкін. Созы болады, бір жыл, жарты жыл, бір жыл созы болады. Сосын жаңағындай сотқа барса, сотта тұрып қалуы мүмкін. Жаңағындай қарапайым адамдар, субподрядчиктер, субмердігерліктер. Не үшін? Өйткені олардың біріншіден шарты болған жоқ. Екіншіден жаңағындай жұмысты қабылдап алу актісі болған жоқ. Болмаса товарды қабылдау актісі болған жоқ. Түсіндіңіз бе? Бұдан не шығады? Бұдан шығатын нәрсе мынандай. Айтпақшы, егер қызық болса, информация, міндетті түрде астына подписка жасап, колокольчик басып, жүректі басыңыздар. Елдермен бөлісіп отырыңыздар. Қазақ Заң каналының дамуына ат салысыңызды сұраймын. Жалпы енді өндіру үшін өздеріңіздің маңдай термен тапқан ақшаңызды, қаражатыңызды өндіру үшін не істеу керек? Бірінші кезекте шарт қотыру керек. Шартта барлық мерзімдерді, барлық товарларды, қалай тапсырылатын бәрін жазып қою керек. Екіншіден, егер сіз құрылыс жұмыстарын жасасаңыздар, сол құрылыс жұмыстарын бітірдім және қабылдадым деген актіге қол қоюыңыз керек. Егер сіз товар ретінде алып келсеңіз, құрылыс материал ретінде алып келсеңіз, акт прием передачи, яғни қабылдау туралы актісін қол қойдыңыз керек. Осы құжаттар болған кезде ғана сіз сот арқылы жаңағы тапсырыс берушіден, заказчиктен, болмаса мердігерден қарызыңызды өндіре аласыз. Түсіндіңіз ғой? Бұндай болмаса қарызыңызды өндіру кей кезде мүмкін емес болып қалуы мүмкін. Сондықтан сіздерден айтатын нәрсем, егер өз еңбегіңізбен тапқан ақшаны қайтарғыңыз келсе, міндетті түрде шарт қотырыңыз. Жаңағыдай жұмыстар жасап біттім деген актіге қол қойыңыз. Болмаса, егер товар болса, товарды қабылдап алдым деген актіге қол қойыңыз. Егер осы құжаттар болатын болса, сіз сотта ұтып аласыз. Ақшаңызды, қаражатыңызды қайтарып аласыз. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Астына подписка жасып, жүрек басуды ұмытпаңыздар. Және колокольчик қоңырауды басып отырыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін. Жақсы, сау болыңыздар.